Құтқарушылар кезекті рейдке шықты. Бұл жолы мамандар аулаларда аралап жаяу жүрген жоқ. Темір тұлпар тізгіндеп қала көшелерін шарлап жүр. Мамандардың мақсаты жүргізушілерді тексеру. Қалай десеңіздер, жан арашалауға асыққан арнайы техникаға тұрғындар қаншалықты құрмет көрсетіп, жол беретіндігін бағамдауда. Если едет пожарная машина тұрғындардың кейбіреуі ережелерді сақтап жол беруде әрине. Өрт сөндіру көліктеріне жол бермеген кездерде болды. Оларға ескерту жазылды. Жүргізушілерге айтарым, ережені сақтап арнайы көліктерді өткізіп отырыңыздар. Кей жағдайда жерлестеріміз аулаларына көліктерді қатарынан қойып ине шаншар жер қалдырмайды. Осының салдарынан апат орын алып, немесе медициналық көмек қажет болған жағдайда мамандар кідіріп жатады. Себебі тұрғын үйдің алдына жақындай алмайды. Особенно в вечернее время, когда все приезжают с работы. Әсіресе кешкі уақытта, яғни тұрғындар жұмыстан шыққан соң аулаларда көліктер көбейеді. Кейбірі тіпті машиналарын подъездің алдына қояды. Салдарынан өрт сөндіру көлігі қызыл жалынбас көтерген жерден 50-100 метр қашықтықта тоқтайды. Айта кетейік, жыл басынан 2 жүргізуші жауапкершілікке тартылды. Арнайы көліктерді өткізбеген темір тұлпар иелеріне 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Гүлден Сембаева, Қазбек Арықбаев, МТРК.